Бір жігіт үйленгеннен кейін ертесіне әкесі оған қонақ болып келеді. Біраз әңгімелескеннен кейін әкесі ұлына ақ қағаз, қалам және өшіргіш әкелуін береді. Сосын қасына отырғызып жаз дейді. Нені жазайын? Көңілге не түссе, соны жаз. Жігіт жазады. Әкесі айтады: енді өшір. Жігіт өшіреді. Әкесі қайтадан жаз дейді. Әкетай, Құдай ақы, бұдан не көздеп отырсыз? Жаз болам. Әке, себебін айтыңызшы. Жаз деген соң жаз болам. Жігіт жазады: енді өшір. Ұлы өшіреді. Енді қара, парағың ағарды ма? Иә әке, ағарды. Енді айтыңызшы, бұның бәрі не үшін? Әкесі баласының арқасынан қағып: әй балам, тұрмыста әрдайым өшіргіш деген нәрсеге мұқтаж болады. Отбасы болғаннан кейін сен әйеліңнің ісінен көңіліңе жақпаған жайтты өшіріп отырмасаң, келінде сенің ісіңнен көңіліне қаяу түсірген бір ісіңді өшіріп отырмаса, парақтарың бірнеше күнде толып қара түске айналып кетеді. Берекелі тұрмыс кешуді қаласаң, әрдайым қателерді өшіруші, кешіруші, кеңшіл көркем мінез иесі бол деп ақылын айтқан екен. Уақыт та өтеді, жағдай да өзгереді. Бала өседі, жұмыс ауысады. Бірақ сенің барлық күйзелісің мен қуанышыңның куәсі жан жарың ғана болып қалады. Сол себепті ең жақыныңа алыстан қарама. Ар-ұяттың есігін күзеткендер, бір-біріңе көңілді мұз етпеңдер. Жақсы адам ол қатесіз адам емес, өз қатесін түсініп түзеткендер. Ерегеспен шығатын есі үнемі кекшіл адам сауаптан кешкеді. Кешіріңдер адамдар, бір-біріңді кешіргенді Құдай да